Қош құрметті көрермен, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы, студияда мен Назерке Сапарбек, алдымен андатпа. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Қазақтану жобасы аясындағы кездесу Ұлытау ауданында жалғасты. Ұлытау ауданында спорттық іс-шаралар өтті. Достық отбасылық спартакиадасы салауатты өмір салтын насихаттай отыра ынтымақтастықты нығайтпақ. Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтердің тізімі қандай? Және жарнаны төлеуден қай санаттағы азаматтар босатылады? Бұл сұрақтардың жауабы келесі бейнесюжетте. 2020 жылдың қаңтарынан бастап мемлекеттік емханаларда тексеруден өту, стационарлық ем қабылдау сияқты медициналық қызмет түрлерін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне жарна аударған қазақстандықтар ғана пайдалана алады. Бұл ереже төтенше жағдайда ауруханаға түскендер мен айналасындағыларға қауіпті әлеуметтік маңызы бар дертке шалдыққан науқастарға қатысты қолданылмайды. Әлеуметтік маңызы бар аурулар тізіміне туберкулез, ВИЧ, қант диабеті, қатерлі ісік, созылмалы гепатит, ДЦП, миократ инфаркті, психикалық және тағыда басқа аурулар жатады. Қауіпті аурулар қатарында ондаған инфекциялық ауру бар. Сақтандыру қорындағы ақшаға, сондай-ақ ауыр жағдайда жатқан науқастарға ауруын жеңілдету үшін қажетті препараттар сатып алынады, оларға қажетті жағдайлар жасалады. Сонымен қатар үйден шыға алмайтын мүгедек жандарға, қарттарға күтім жасау үшін арнайы мейірбике үйіне жіберіледі болады. Дамыған елдердің бәрінде мұндай жұмыс жолға қойылған. Тек стоматология, косметология қызметі сақтандыру қорындағы қаражаттың есебінен жүргізілмейді. Бірақ шұғыл түрде тіс жұлу керек болса, ол тегін жүзеге асырылатын болады. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарна төлеуден азаматтардың 15 санаты әлеуметтің әлжуаз топтары босатылады. Мемлекет жеңілдігі бар санатқа кіретін азаматтардың сақтандыруын төлеуге міндеттеледі. Ал жеңілдігі бар санатқа жатпайтын азаматтар мемлекеттік емханаларда медициналық қызметке қол жеткізу үшін медициналық сақтандыру қорына жарна төлеуі тиіс. Жұмыс істейтін азаматтарға 2017 жылдың шілдесінен бастап жұмыс беруші 2018-2019 жылдар жалақысының 1,5%, 2020 жылы 2%, ал 2022 жылы 3% аударады. Заңға сәйкес жеке кәсіпкерлер мен азаматтық құқықтық сипаттағы келісім негізінде жұмыс істейтін адамдар, шаруа қожалығының иелері мен жұмысшылары 2020 жылдың қаңтарынан бастап жарна төлеуі керек. Сақтандыру жарнасының көлемі туралы ақпарат медициналық сақтандыру қорының сайтында жарияланған. Диана Абдықалықова, Әділхан Қали, арнайы Ақшам жаңалықтар үшін. Жаңалықтарымыздың легін Ұлытау ауданындағы іс-шаралармен жалғастырамыз. Қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірліктің қазақстандық үлгісін насихаттауға арналған республикалық лектория аймағымызда. Қазақтану жобасы шеңберінде белгілі ғалымдар мен қоғам қайраткерлері Ұлытау ауданының активімен және жастарымен кездесті. Қазақтану жобасын жан-жақты насихаттап жүрген белгілі ғалымдар мен қоғам қайраткерлері, тарихшылар кезекті кездесулерін Ұлытау ауданында жалғастырды. Ұлытау селосындағы номер 1 жалпы білім беретін мектеп қабырғасында бас қосқан жиынға ауданның активі мен мектеп ұстаздары, сондай-ақ оқушылары қатысты. Ең алдымен сөз кезегін алған Ұлытау ауданы әкімінің орынбасары Бағдат Байжантаев келген қонақтармен таныстырып, келудегі негізгі мақсат міндеттерін айтып өтті. Қазақстан халық ассамблеясының рухани жаңғыру бағдарламасы, ұлы даланың 7 қыры бағдарламаларының аясында қазақтану мәселесімен айналысып, соны етене қазақ ұлтына өзіңді өзің тани білді. Және қазақ ұлтыменен етене туысқан халықтай бірге өмір сүріп жатқан өзге этностарға арнап лекциялар жасап жүрген азаматтар. Енді негізгі елімізде қазіргі қолға алынып отырған үлкен мәселелердің бірі бұл халықтың бірлігі, өзіңді өзің тану, ары қарай өркендету. Егер өзіңді өзің танымасаң, өзгені қалай танисың? Сондықтан мінекей осы мәселелерге қазір қадау-қадау ой айтып, сүйекті сөзбен, ордалы оймен сіздерге жеткіземіз деп келіп отырған азаматтар қазір осы жерде отыр.
Қарағанды облысы әкім аппаратының жанындағы қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры Ерлан Құсайын қазақтың пәтуаға бірлікке келіп, үш жүздің басын қосқан қасиетті де құтты мекенде ұйымдастырылып отырған бұл басқосудың кездейсоқ еместігін алға тартып, жоба аясында құрылған ұйымдардың жұмысына тоқталды. Сондай-ақ аталмыш жобаның маңызы мен мақсаты жайында кеңінен баяндады. Өздеріңізге белгілі, Қазақстан Халқы Ассамблеясы сынды үлкен ұйымның құру идеясында бастамашы болғанда біздің елбасымыз. Бұл негізгі, айтып жатырмыз ба, баламасы жоқ әлемде, теңдесі жоқ ұйым, қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірлік саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асырып отырған бірден бір ұйым деп, астарында елдің бірлігі жатыр, халықтың ауызбіршілігі жатыр бұл ұйымды құрудағы. Ол бірлік алдымен қазаққа керек деп есептейміз. Себебі бүгінгі күні мемлекет құраушылықтың үлес салмағы 70%-ға жетті. Жаңа да айттық, бірлігі әлсіреген тұста қазақ жауына жем болған. Халқымыз, дана халқымызда осы бірлікті сақтау, бірлікті бекемдеуге байланысты талай-талай өсиеттер, талай нақылдар, талай мақалдар қалған белгілі. Елбасымызда тәуелсіздік таң атқан алғашқы кезеңнен бастап осы бірлік мәселесін алға қойып келеді. Аталмыш жоба қазақ халқының этностары, гуманистік дәстүрлер мен рухани байлығы негізінде қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті біріктіру мақсатына бағытталған. Сондай-ақ түрлі этностық топтардың өкілдеріне қазақ халқының тарихы, дәстүрлері, мәдениеті, діні, рухани орталықтары, тұрмыс салты таныстырылуда. Тағы бір ерекшелігі ұрпақ арасындағы байланыстардың, бірліктің негізгі принциптері мен келісімнің, этникалық толеранттылықтың негізінде бірігуі мен дамуына назар аударылған. Жоба жалпы қазақстандық құндылықтар мен қазақстандық патриотизмді біріктірумен қалыптастыру екендігін атап өтейік. Алтынгүл Төлегенова, Еркебұлан Бердібаев, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Жастар жылына құрылған жоспарға сәйкес Ұлытау ауданында спорт денсаулық кепілі атты іс-шара ұйымдастырылды. Спорттық бәсекеге аудан тұрғындары қатысып, дартс, садақ ату, үстел теннисі секілді спорт түрлерінен сынға түсті. Толығырақ әріптесім тарқатады. Ұлытау аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі мен жастар ресурстық орталығы бірлесе ұйымдастырған спорттық шара Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранымен ашылды. Жарыс басталмас бұрын аудан әкімі аппаратының басшысы Думан Жұманов сөз сөйлеп, спорттық бәсекеге қатысушыларға сәттілік тіледі. Сіздерге де рахмет, сенбі күні уақыттарыңызды бөліп, осындай жарысқа қатысу үшін. Сонымен қоса міне спорт теннистен садақ атудан алғаш рет бізде болайын деп отыр. Олмар Ерланға да көп рахмет. Осындай игі шараны бастап отырғанына. Сіздерді жеңіс тілейміз, жеңілгендеріңіз өкінбеңіздер, көңіл күймен қайтыңыздар. Рахмет сіздерге. Спорттық жарыстың мақсаты ұлттық ойындарды дәріптеп жандандыру, сонымен қатар бұқаралық спорт түрін дамыту болып табылады. Жастар жылына орай өткізілген шараға ауыл тұрғындары мен жастары қатысып, ересектер үстел теннисі бойынша сынға түссе, қыздар дартстан, ал жігіттер қауымы садақ ату секілді ойындардан бақ сынасты. Жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен спорт денсаулық кепілі атты жоспарға сай спорттық шара өтті. Спорттық шараның мақсаты ауыл жастарын салауатты өмір салтын насихаттау және халықты дене шынықтыру мен спортқа баулу. 2 сағатқа созылған спорттық шара өз мәресіне жетіп, жастар ресурстық орталығы басшысының міндетін атқарушы Мұхтар Түсіп, жарыс жеңімпаздары мен қатысушыларын мадақтама қағаздарымен және бағалы сыйлықтармен марапаттады. Осындай мәтінде екінші орында алған үшін Мазитов Урал марапатталады. Диана Абдықалықова, Еркебұлан Бердібаев, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Жезқазған қаласындағы Ұлытау спорт кешенінде номері 3 білім инновация лицейінің ата-аналар арасында достық отбасылық спартакиадасы ұйымдастырылды. 8 командаға бөлінген ата-аналар спорттың әр түрінен өзара бақ сынасты.
Мектеп, отбасы, бала қарым-қатынастың тиімді модельдерін қалыптастыру бүгінгі күні білім ошақтарының басты мақсаттарының бірі. Осы қағиданы ұстанған номер 3 білім инновация лицейінің ұжымы биыл дәстүрлі түрде ата-аналар арасындағы спартакиадан жалғастырды. 7-10 сынып оқушыларының ата-аналарының қатысуымен 3 жыл қатарынан өткізіліп отырған спартакиадаға белсенділік танытқандар қатары аз емес. Ұлттық спорттық сауықтыру кешенінде салтанатты жағдайда ашылған жарыс волейбол, үстел теннисі, тоғызқұмалақ және шахмат сынды ойындармен жалғасты. Жезқазған қаласындағы Ұлытау спорт кешенінде Қарағанды облысы білім басқармасының номер 3 білім инновация лицей интернаты ата-аналар арасында Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күні мерекесіне орай достық спорт турнирі өтуде. Бұл аталған достық турнирі лицей ата-аналарының арасында дәстүрлі түрде жылда өтеді. Бұл достық турнирінде 4 түрлі спорт түрінен атап айтқанда волейбол, шахмат, үстел теннисі және тоғызқұмалақтан жарыс болады. Мұндағы біздің өткізудегі негізгі мақсатымыз мектеп, ата-ана, оқушы осы үштікті әрі қарай дамыту мақсатында. Жезқазған гуманитарлық колледжінде ұстаздық қызметте жүрген ата-ананың бірі Ардақ Жаркешев спортты жанына серік еткен. Кез келген спорттық ойындарда өзінің мықты қарсылас екендігін көрсетуде. Балаға салауатты өмір салтын ұстану керек деп ауызбен айта бергеннен гөрі, оларға үлгі болып, іспен көрсеткен әлде қайда ұтымдырақ деген ол, ұйымдастырылған шараның берер пайдасы зор екендігін атап өтті. Алдымен әрбір лицей өздерінде, одан кейін облыстық, республикалық деңгейде өткізеді. Бұл қаншама жалғасы бар дәстүрлі шара. Ата-аналардың бір-бірімен, ұстаздармен, балалармен бірлесіп жақындасуына керемет тиімді шара. Тәрбиелік маңызы өте зор деп есептеймін. Мынау лицейдің ата-аналары бәрі біледі, класстар бізді мықты қарсылас деп таниды 9-ға. Сондықтан өзімнің сыныптастарыма 9-ға сәттілік тілеймін. Спорттың 4 түрінен өз ептіліктерін сарапқа салғандар арасынан оза шапқандар ұйымдастырушылар тарапынан марапатқа ие болды. Атап өтейік, волейбол жарысынан 9 А сыныбының ата-аналары 1 орыннан көрінсе, шахмат және үстел теннисі бойынша әкелер арасынан шыққан Дастан Жақаев өзінің нағыз спортшы екенін дәлелдеп, жеңіс тұғырынан көрінді. Ал Асия Кабулбекова аналар арасындағы үстел теннисінің 1 орын иегері атанды. Спартакиада барысында номер 3 білім инновация лицейінің ұйымдастыруымен қайырымдылық жәрмеңкесінде өткізілгендігін атап өтейік. Жәрмеңкеге қойылған тәттілер мен сусындарды сатудан түскен қаражат Айдос Искаков есімді науқас баланың еміне жұмсауына үлестіріліп берілмек. Жыл сайын ұйымдастырылатын дәстүрлі түрде өтетін ата-аналар арасындағы достық спартакиадасына биылғы жылы 8 команда қатысып, өздерінің спортқа деген ынталарын көрсетуде. Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша білім ошағы мен ата-ана арасындағы ынтымақтастықты нығайтатын, сондай-ақ салауатты өмір салтын насихаттайтын айтулы дода өз жалғасын алдағы уақытта да табатын болады. Алтынгүл Төлегенова, Еркебұлан Бердібаев, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Алда ауа райы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар.